Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Жер астындағы құпия база және жаңа эволюциялық секіріс. Ғалам заңдылығында кездейсоқтық деген ұғым жоқ. Уақыт пен кеңістіктің матрицасында бастау мен соңғы нүкте бір-біріне ұласып жатады. Күн мен түннің қалыпты ырғағының бұзылып, 8 тамызда жер планетасының энергетикалық тұрғыдан 18 есе биік секіріс жасады. Бұл жай ғана астрономиялық құбылыс емес, ғаламдық сананың жаңа фазасына өтуі. Шексіздік қақпалары ашылып, оның ең алғашқы дірілі санамызға жетіп жатыр. 8 тамыз 2026 жыл. Жер планетасының энергетикалық вибрациясы кенеттен 18 есе биік кванттық секіріс жасады. Бұл қарапайым физика заңдарына бағынбайды. Ғарыштық өлшемдердің қақпасы ашылған ұлы ояту сәті. Шексіздік шегі жарылып, арналар ашылады. Бұл тылсым қуат бізге жұлдыздардың арасынан Марстың отты жүрегінен келіп жатыр. Қызыл планетаның тынысы жердің аурасына соғылғанда, ол адамның кеудесіне лағыл от болып құйылады. Біздің арамызда Марстық өркениеттің іздері, рухтар мен соған қатысты кодтар бар. Ежелгі шумерлер Марсты от пен соғыс құдайы Нергаль деп атаған. Көне ғаламдық деректер бұл планетаның жоғарғы саналы өркениетінің мекені болғанын айтады. Бүгін санамызға келіп жатқан бейтаныс ойлар, ұшқындаған идеялар мен ерекше сөйлеу қабілеті бұл кездейсоқтық емес. Бұл Марстың кванттық генераторлары арқылы беріліп жатқан палеоконтентті жиіліктер. Планетамызға жаңа дамудың, жаңа расаның дәні себіліп жатыр. Бұл сананың эволюциялық сатыдағы кезекті кванттық секірісі. Ресми ғылым Марсты өлі әлем дейді. Алайда әлемдік ғарыш агенттіктерінің, НАСА, жабық архивтері мен тәуелсіз зерттеушілердің мәліметі бұл пікірді жоққа шығарады. Марстың ең үлкен құпиясы қызыл планетаның бетіндегі ең жұмбақ аймақ Тарсис вулкандарының үстірті. Ғалам оның астында ресми ғылым түсіндіре алмайтын алып метрополис база бар екендігі айтылады. Жер асты тіршілігі Марстың беткейі күн радиациясы мен ультракүлгін сәулелерден қорғалмағандықтан көне немесе бізге беймәлім өркениет өкілдері өздерінің базаларын Пуанатаның қыртысы мен мантияның арасында, яғни мыңдаған метр тереңдікке орнатқан. Бүгін сол тіршілік иелері бізбен байланысқа шығуда, жоғарғы әлем арқылы. Стелс технологиясы және қуат көзі. Бұл базалар жердегідей мұнай немесе электр қуатын пайдаланбайды. Олар Марстың табиғи магниттік анатомиялары мен геометриялық энергиясын басқарады. Олардың технологиясы кеңістікті бүгуге негізделгендіктен ең қуатты орбиталық телескоптардың өзі бұл аймақты жасанды жылу мен сәулеленуді толық көре алмайды. Бүгінгі байланыс дәл қазір Марстан келіп жатқан ғаламат қуат сол Тарсис аймағындағы көне кванттық жүйелердің іске қосылуымен байланысты. Бұл ақпараттар 1 тамыз күні жоғарғы әлемнен алынған. Шексіздік қақпалары ашылып, Жер мен Марс арасындағы көне энергиялық көпір қайта жалғанды. Бүгінгі энергиядан Марстың жүректің жануы болады. Бұл қуат физикалық от емес, бұл жанның ең түкпірлі қабатын тазартатын жоғарғы жиілікті плазмалық діріл. Мұздап тасқа айналып, қатып қалған жүректің бәрі осы оттың астында жібиді, ериді, жаңарып қайта тіріледі. Жергілікті сана бұл процесті көтере алмай, мидың түпкірлі қабаттарында беймәлім импульстер мен жұмбақ сөздер, ұмытылған көне тілдің кодтары ояна бастайды. Арамызда сол Марстық өркениеттің тұқымдары көне сана иелері жүр. Бүгін олардың миына келіп жатқан ерекше ақпараттар, беймәлім сөздер мен тылсым аяндар бұл кездейсоқтық емес. Бұл сананың эволюциялық жаңа сатыға өтуі үшін себіліп жатқан ғарыштық дамудың алғашқы дәндері.
трансформация басталды. Ғаламның ұлы жұмбағы және жердің қасиетті төркіні. Бұл ғаламдағы барлық ұлы күштер мен басқа галактикалық өлшемдегі тіршілік иелерінің жерге қызығатыны жайдан жай емес. Жер планетасының жасы мен тарихы шешілмеген терең құпия. Ол жай ғана аспан денесі емес, ол Марс, Юпитер және Уран сияқты алып үш планетаның қуаты мен мәні бірігіп жаралған қасиетті қоныс. Марс қуаты жердің астындағы отты ядро мен қайсар рухты қалыптастырады. Юпитер қуаты жердің орталығына шексіз кеңдік, салмақ пен тіршілік тынысын береді. Уран қуаты су әлемін, мұхиттар мен тұңғиық сырларға толы аспан мен судың гармониясын орнатты. Неге жоғарғы әлемде жерді періштелер мен құдайлар мекені деп атайды? Ғалам үздіксіз дамудан өтеді, ал жер сол эволюцияның кіндігі болып табылады. Жердің даму тарихында аспанның періштелері өздерінің кім екенін ұмытып, көктен жерге түсіп өмір сүрген қасиетті кезеңдер болған. Құдай іспеттес рухтар мен алыптар да осы жерде тіршілік етті. Қазақтың дана халқының ауыз әдебиетіндегі ұлы кейіпкерлер жайдан жай айтылмаған. Ертөстік, секунд сайын өсетін сананың шексіздігі мен рухтың биіктігін білдірсе, таусоғар мен көл таусар табиғаттың алып күштерін игерген. Жердің асты мен суын бағындырған нағыз тіршілік иелері еді. Айбынды батырлар жырларындағы тұлпарлардың қанат бітіп ұшуы сол замандағы тылсым әлеммен астасып жатқан көшпенді халықтың табиғи заңдылығы мен ғарыштық байланысы болатын. Ол заманда бәрі мүмкін еді. Уақыт өте келе адамзат алыптықтан кішірейді, бірақ қазір біз қайтадан өз санамыздың шыңына, табиғи болмысымызға оралудамыз. Адам және табиғат мәңгілік үндестік, табиғат адамның өзі. Бұл жай теңеу емес, терең биологиялық және ғарыштық ақиқат. Адам мен табиғат бір тамырдан жаралған. Қан тамырлары мен ағаш талшығы. Адамның қан тамырлары жүйесі мен капиллярлары кәрі ағаштың ішкі талшықтары мен шырын жүретін анарларына дәлме-дәл ұқсайды. Ағаш жердің астынан су мен минералды тамыры арқылы сорып жапыраққа жеткізсе, адамның қан тамырлары да жүректен шыққан қуатты әрбір клеткаға жеткізіп тіршілік сыйлайды. Ми құрамы мен табиғат жиіліктері. Адамның миындағы нейрондық торлар мен синапстар ғарыштағы галактикалық жолдарға, ал жер бетіндегі өздерінің тармақтау жүйесі мен табиғаттың өзара байланысына айнымай ұқсайды. Бүгінде адамзат өз бойындағы ұмытылған ядролық және рухани күшіне біртіндеп оралуда. Ғарышқа тек темір кемемен емес, әнмен, күймен, таза санамен және жүрек лебімен ұшудамыз. Қазақтың күйлері мен әндері ғарыштың тербелісімен үндесетін құпия жиіліктер. Терең құпиялардың бәрі енді ғана шетінен ашылуда. Біз табиғатпен қайта қосылып, ғарыштық ұлы көшке қайта қадам бастық. Қазіргі таңда адамзатқа табиғаттан, бұлттан, су ағындарынан да, айналамыздағы әрбір құбылыстан белгі ретінде кілттің бейнесі көрінуі тектен-тек емес. Бұл ғаламның бізге жолдаған ұлы хабары. Мәні тереңде жатыр. Өз ішіңдегі құлыптың кілтін тек өзің ғана аша аласың. Сенің санаң мен жүрегің. Ғарыштың ең ұлы құпиялары жасырынған сырлы сандық. Оның ішінде өткендегі алыптардың, періштелер мен құдай тектес рухтардың жады, ядролық күші мен табиғи тазалық тұнып тұр. Кілттің көрінуі сырттан ешкім келіп сенің жаныңның есігін ашып бере алмайды. Бұл белгі адамзаттың ұлы ұлылығы, ішкі әлеміңіздің шексіз қуатын мойындайтын уақыт келгенін ескертеді. Сіздердің көбіңізге бұлт пен су арқылы көрініп жатқан бұл кілт сананың оянып, өз болмысыңа қайта оралуың, жүректегі қасиетті сандықтың құлпын ашатын сәттің келгені белгілі. Назарларыңызға алғыс.